Жадыраған жаз, күлімдеген көз, бақытты балалық шақ, бейбіт өмір, еркін тыныс, жайдары көңіл. Бұл берекелі өмір көрінісі. Соғыс, ажал, оқ, окоп, жау, фашист, отан, өлім. Бұл сұрқия соғыс сергелдені. Сергелден дейміз ау. Осы сергелден ішінде болған жерлесіміз ұшқыш Дәмелі Жакеева жайлы не білеміз? Білмейсіз бе? Ойланып қалдыңыз ба? Жансыздатар мәселеде осында. Батыр қыздың есімін көптің білмеуінде. Мәселенің түйінін төгіп алмай, нысанадан таймай, оқталайын ендеше. Дәмелі Жакеева, қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы. 1922 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Майданға өз өтініші бойынша 1942 жылдың жазында аттанады. Алдымен Саратовтағы Вольск авиациялық училищесінде 4 ай оқиды. Мұнда Дәмелі бомбалаушы ұшақтарды қару-жарақтармен жабдықтайтын механик мамандығын меңгеріп және атуды үйренген. 1942 жылдың тамызында Сталинград майданындағы 944 авиациялық полкке қабылданады. Бұл туралы Ғалия Құсайынқызы Балтабайдың «Ұлы жеңіс ешқашан ұмытылмайды» кітабында толығырақ жазылған. Аталған кітаптың тұсауы 2020 жылы 6 мамырда кесілген. Кітап 500 данамен тараған. Ұлы жеңіс ешқашан ұмытылмауы тиіс. Сондықтан сіздерді Қазақстан Республикасының құрметті журналисі Ғалия Құсайынқызы Балтабайдың «Ұлы жеңіс ешқашан ұмытылмайды» кітабын оқуға шақырамын.